Әулиехан балабақшасының ұжымы. Бүгін бізде Түркістан облысы білімді беруді дамыту орталығының 18 қарашадағы нөмірі 11-24 хаты негізінде біздің ауданда мектепке дейінгі ұйымдар арасында 10 күндік ашылуы жүріп жатыр. Сол 10 күндіктің бүгін мәресі соңғы күн. Ертең біз Түркістан облысына барып есеп береміз. Бізде мектепке дейінгі ұйымдарда аналар мектебі, әжелер мектебі, аталар мектебі және де мына бір тұтас тәрбие бағдарламасы деп жатырмыз. Соның негізінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның бірі бүгін Әулиехан балабақшасында мына әжелер байқауы деп шақырған, бізді айтылған 10 күндікті жоспарлағанбыз. Сол жоспардың негізінде бүгін Әулиеханда міне сіздердің өздеріңізді көріп отырмын. атсалысып қандай әдемі киімдеріңізбен қолдап қуаттап бүгін келіп осы жерге атсалысып мына біздің ата-аналарымыз балаларымызбен бірге өз өнерлерін көрдіңіздер. Міне әділқазы болып та байқап отыр екенсіздер, естіліп отырмын, жақсы әңгіме айтып жатырсыздар. Ал енді мынау қазынасы бар үйдің қариясы бар дейді. Сіздер осы біздің өсуімізге, жұмыстың алға басуына балабақшамыз сіздердің қолдауларыңызбен, құрметті ата-аналар, сіздер қолдап, қуаттап, өстіп, әрбір балабақшаға көмек жасап жатсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Мына біздің келешек, кейінгі өміріне келе жатқан бүлдіршіндеріміз, келешек болашақтарымыз, біздің Қазақстанымыздың жаңа әділетті Қазақстанның болашақтары келе жатыр. Соған сіздердің жолдарыңызбен, сіздердің қолдауларыңызбен осындай тәрбиелеуде мынау бүлдіршіндерімізді Әулиехан балабақшасының ұжымына үлкен рахмет айтамыз. Міне бүгін ұйымдастырып, керемет іс-шараны өткізіп отыр екен. Болса да бұл ата-аналардың қолдауымен, ата-аналар егер келіспесе, ол ешқандай ешнәрсе жүрмейді. Сол себептен біздің мақсатымыз да, міндетіміз де ата-аналармен балабақшаның сабақтастығы, бірге жұмыс жасау, бірге манағы іс-шараларды ұйымдастыру, осындай әрбір әдемі іс-шараларды қолдау көрсету. Міне енді бүгін мына әдемі бүлдіршіндерімізге де, ата-аналарымызға да рахмет. Мына үлкен апа деймін, сіздер апасыздар ма? Жас апалар, жас әжелер, міне ішінде үлкен әжеміз екен. Мына сіздер де жас әжелер екен. Өте тамаша, қуаныштымыз. Мына бүгін соңғы 10 күндігіміздің аяғын Әулиехан балабақшасы аяқтап жатыр. Ал енді мынау әрбір жаңағы бөліп жармайық деп мадақтамалар жасаған екен. Табыстауға рұқсат етіңіздер.